Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сан тортының рецептісін ұсынатын боламын. Мен 3 қабатты болып шығатын 60 санын жасадым. Егер сіздерге бір ғана сан керек болса, қажетті қоспаларды 2-ге бөліп қолдансаңыздар болады. Менде кождары балды болады. Ол үшін бізге керекті ингредиенттер: ұн 400 грамм, қант 160 грамм, 100 грамм сары май, 2 дана жұмыртқа, 80 грамм бал, 1 шай қасық ас содасы және де шымшым тұз. Сіздер басқа кож қолдансаңыздар болады, бірақ осы балды кожбен торт өте нәзік болып шығады. Ең алдымен темірбісімізға қант, жұмыртқа, бал және де шымшым тұз салып, венчиктің көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Балды таңдағанда өте сапалысын және дәмдісін алыңыздар. Сол кезде сіздердің кождарыңыз өте хош иісті болып шығады. Енді сары майды қосып, ыдысымызды пештің орташа жылдамдығына қойып, әрдайым араластырып отырып, массамызды ертіп аламыз. Бірақ масса қайнап кетпеуін қадағалаңыздар. Сары май осылай ерігеннен кейін ас содасын қосамыз және де тағы да араластырамыз. Масса өз көлемін ұлғайтады және осындай пена қалыптасады. Бұл ас содасының реакция беруі. Енді біз массаның үй температурасына дейін суын күтуіміз қажет. Масса тезірек суы үшін оны басқа ыдысқа құйып алған жөн. Масса толық суыған кезде ұнымызды қоса берсек болады. Міндетті түрде ұнды електен өткізу керек. Және бірден барлығын емес, 2-3 бөлікке бөліп салыңыздар. Сол кезде қамыр біркелкі болып шығады. Ыдыста қалған ұнымызды жұмыс бетіне төгіп, дайындаған массамызды салып, ыңғайлырақ болу үшін қамырды енді қолмен илейміз. Сіздерге қамыр тым жұмсақ, әрі жабысқақ болып көрінуі мүмкін, бірақ олай емес. Сондықтан ұнды рецептте жазылғаннан артық салмаңыздар, себебі қамыр құрғақ, әрі қатты болып кетеді. Енді дайын қамырды 1-2 сағатқа немесе 1 түнге тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді қамыр өз формасын жақсы ұстайды. Осы қамырды бірінші 2 бөлікке бөліп, кейін сол 1 бөлікті тағы 3-ке бөліп, жұқа қамыр жаямын. Қамыр қалыңдығы шамамен 3-4 мм. Піскен уақытта ол тағы да көтеріледі. Мен санды қарапайым аторт форматына өз қолыммен салып дайындадым. Сіздер дайын санды шығарып алсаңыздар жеңілірек болады. Мен қамырды тефлон қағазына жайдым. Сіздер пергамент қағазына да жайсаңыздар болады. Енді жайылған қамырға сәл ұн сеуіп, санды қойып, ұқыптылап пышақпен жан-жағын кесіп шығамыз.
Қамыр мінсіз болып шығу үшін жан-жағын пышақпен осылай түзулейміз. Бұл қамыр өте тез піскендіктен, біріншісі пісіп жатқанда екіншісін де дайындаймыз. Піскен кезде көтеріліп кетпеу үшін осы санды шанышқы көмегімен бірнеше жерден тесіп шығамыз. Қамырды 170 градуста қызып тұрған пеште 4-5 минут шамасында осылай сәл қызарғанша пісіреміз. Барлық сандарды осылай қайталап пісіріп аламыз. Піскеннен кейін де қамыр өте жұмсақ болады, сондықтан абайлап сындырып алмаңыздар. Сәл қалған қамырдан торттың үстіне шекелеуге мен осындай печеньелер жасадым. Енді торттың кремін жасаймыз. Сіз өз формасын жақсы ұстайтын кез келген крем қолдансаңыздар болады. Менде бүгін крем чиз. Бұл кремге 700 грамм сүзбелі ірімшік, 350 грамм кілегей және де 100 грамм қант ұнтағын қосып, барлығын біркелкі болғанша миксерлейміз. Крем дайын, енді тортымызды жинаймыз. Кремді кондитерлік қапшыққа саламыз. Сіздерде вупипайға арналған насадка болмаса, ұшын тік қиып қолдана беруге болады. Торт жылжып кетпеу үшін мен астына сәл крем жағып аламын. Енді кезек-кезек кремді жағып шығамыз. Менде бүгін торт әшекейлеуге құлпынай, қаратау гүлі, дайындаған печеньелеріміз және де алдын ала өзім дайындаған безелер бар. Сіздерге өз фантазияларыңызға жүгініп әшекейлеуге болады. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Торт өте жұмсақ, әрі өте дәмді болып шығады. Сіздерге міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат.
барлықтарыңызға сәттілік.